Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін отбасым бір ерекше тамақпен бөліскенімді өтінді. Балалар көбіне де фастфуд жегенді жақсы көреді ғой, сол фастфудқа келеді кішкене рецептімнің несі. Содан балаларға бір ерекше тамақ дайындайын дедім. Сол ерекше тамақтың рецептін сіздермен де бөлісетін боламын. Енді алдымен бірінші 200 грамм сүтімізді құямыз. 200 мл. Сүтіміз жылы болғаны дұрыс. Суымызды құямыз. Суды да жылы қып құйыңыз. Енді мынандай бокал 200 мл. Енді осының үстіне бір кішкене қасық тұзымызды саламыз. Бір кішкене қасық қантымызды саламыз. Онда 10 грамм дрожжымыз, ашытқымыз саламыз. Оның үстіне бір жұмыртқа және де бір 100 мл сұйық майымызды құямыз. Енді осы заттарымыздың бәрін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алайық. Ішіндегі жұмыртқамыз езілсін. Ашытқымыз да бір кішкене езілсін. Сондықтан жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді 660 грамм 5-5 стакан ұнымызды саламыз. Ұнымызды бірақ сап алайық. Бісміллә. Түспей қалды ғой. Енді осыны кішкене араластырып алайын. Араластырып алайық. Осы барлығымыздың үйінде барлығы солай сияқты. Балаларымыз да, жолдасым да бір айтты, ерекше тамақ жасағаныңды сұрайды әрқашан. Бүгін бір ерекше тамақпен отбасыма жасап берейін деп жатырмын. Сіздерге де ұнап жатса, қарайсыздар, видеомды толықтай қарап шығыңыздар. Енді кішкене қолмен илеп жіберейік. Өте қатты қылмай, нанымызды илеп шығайық. Қамырымызды осылай жақсылап, өте қатты қылмай, жақсылап илеп алайық. Сіздерге қатты көрініп тұрған шығар. Жақсылап қамыр жақсылап илесеңіздер, өз қолға да жабыспайды, әдемі болып иленеді. Енді ыдысымызды алып, ыдысымыздың ішін кішкене майлап жүрейік. Ыдысымызды майлап, енді осы қамырымызды бір ашығанша 1 сағат 40 минут жылы жерге жауып ашытып қоямыз. Бетін ұстап. Жалпы мен нанды ашытқан кезде көбіне, если болып жатса, үйлеріңізде микроволновка пеш бар ғой, соның ішіне салып қойсаңыздар, или духовканың ішіне салып қойсаңыздар, нан жылдам ашиды, жылдам көтеріледі нанымыз.
соның ішіне салып қойып, енді нанымызды 1 сағатқа ашты қоямыз. Қамырымыз, бісміллә, қамырымыз көтерілді. Қамырымызды кішкене басып жіберейік. Кішкене ауасын шығарып, қамырымызды басып жіберейік. Енді қамырымызды түсіріп, бұл қамыр кішкене естеп, қазір бұл қамырды енді 2-ге бөліп аламыз. Қамырымызды 2-ге, 2 бірдей қылып 2-ге бөліп аламыз. Екі қамырымызды бөліп, енді осы қамырымызды оқтаумен жаямыз. Оқтаумен кішкене төрт бұрыш тығып жайып шығамыз. Төрт бұрыш қып жайық. Төрт бұрыш қып жайып шығыңыздар. Бісміллә. Нанымызды осылай төрт бұрыш қып жайып аламыз. Енді мына тестамызды, қамырымызды ала тұрайық, екінші қамыр жайғанша. Енді екінші қамырымызды жая бастаймыз. Бұнда 4 бұрыш қылып жаясыздар. Қамырымызды осылай 4 бұрыш қылып жайып аламыз. Енді осы қамырдың үстіне 1 қасық кәдімгі томатымызды жағып шығамыз. Бір қасық томатты әдемілеп жағып аламыз. Әдемілеп жақ. Осылай барлығын жағып шығамыз. Тамақ. Енді осының үстіне менде моцарелла ірімшігіміз. Ірімшікті бәрібір қандай ірімшік болса да, 200 грамм ірімшік бұл жерде сеуіп шығамыз. Үйіңізде қандай ірімшігіңіз бар, барлығын осылай теркадан өткізгіштен осылай ірімшікті сеуіп шығамыз. 200 грамм ірімшік негізі жеткілікті болады. Жан-жағына дұрыстап жағып алайық. Сықпай. Енді осы ірімшіктің үстіне менде кішкене петрушка бар. Енді өз шөпті өздеріңіз білесіздер. Ұнаса, ұнап жатса сеуіп жатасыздар. Керек емес, ұнатпаймын десеңіздер, сеппей қойыңыздар, қадағада болады. Кішкене петрушка қосып жібердік. Енді келесі жайған қамырымызды алып келіп, осының бетіне жаямыз. Қамырымыздың шет-шеттерін кішкене жауып жібереміз. Осылай. Шет-шеттерін жауып жіберейік. Бұл тамақ менше барлық балаларға да қатты ұнайтын деп ойлаймын. Отбасыларыңызға жасап көрсеңіздер, өте қиын емес. Енді осыны төрт бұрыш ұзын-ұзын қылып, бірдей қылып бөліп шығамыз. Барлығын осылай бірдей қылып кесіп шығамыз.
Енді осыны ұзын қылып осылай кесеттіңіздер ме? Енді ортасынан осылай бөліп шығыңыздар. Енді осыны барлығын бөлдік. Енді қазір осының үстіне енді мында 40 грамм езілген сармай. Енді осыны жапшырамыз. Барлық нанымыздың үстіне жапшыңыздар. Барлығына осылай сармаймызды жапшырамыз. Енді әрбірінің үстіне қойып, андай ағашымызбен басып аламыз да. Ана бұлай каждый орап шығамыз. Ағашпен басып аламыз да. Кішкене нанымызды созып, бұлай орап қойып шығасыздар. Барлығын осылай жасап шығамыз. Барлығын осылай жасап, енді немізге дізіп шығамыз. Духовкамыздың табағына жақсылап дізіп шығасыздар. Енді осылай қойып, менде мұнда бір жұмыртқаның сарысы. Осыны нанымыздың үстіне жағып шығамыз. Міне осылай барлығын үстіне жұмыртқамызды жағып шығамыз. Енді осыны 180 градуста 20 минутқа қойып пісіреміз. Не? Жаңағы қамырымыз нан болып пісті. Не? Қамырымыз нан болып жақсы, ортасы бәрі міне ыстық болып тұр. Осылай пісті. Дәмін көрейін. Өте дәмді болған екен. Үйде жасап көрсеңіздер болады. Менің рецептім ұнап жатса, менің каналыма лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Сіздерге көп рахмет. Сау болыңыздар.